Баршаңа сәлем. Біз бүгін Астана телеарнасында көрсетіліп жатқан Ессіз махаббат сериалында Озанның рөлін сомдайтын Илхан Шен туралы сөз қозғаймыз. Сондықтан лайктарыңызды басып, пікірлеріңізді жазып қойыңыздар. Илхан Шен 1987 жылы 19 желтоқсанда Болгарияда дүниеге келген. Илхан Шен 2 жасында отбасымен Стамбулға көшіп келеді. Бастауыш және орта мектепті Стамбулда бітірді. Содан кейін Елдіз техникалық университетінің құрылыс факультетін аяқтайды. Илхан киноның нағыз жанкүйері, оны нағыз кинофил деуге де болады. Әдебиетке де қызығады. Спорт актердің тағы бір үлкен құмарлығы. Ол баскетбол ойнап, шаңғы және сноуборд тебеді. Илхан музыканы жақсы көреді және гитара тартқанды ұнатады. Бойы 1,89, салмағы 82 келі. Актер бозбала шағында, яғни 2008 жылы Түркияның үздік модельдері байқауының финалисі болды. Бірақ жекелеген номинацияның иегері атанды. 2009 жылы ол Түркияның үздік модель атанды. Кейін Болгарияда өткен халықаралық байқауда Түркия атынан қатысып Еуропаның үздік модель атанды. Илхан Түркиямен қатар шетелде де модель болып жұмыс жасады. Кейін бұл кәсібін екінші сатыға ысырып актерлық өнерді үйренді. 2011 жылы Өмірхан Кочак түсірген қысқаметражды фильмде басты рөлді ойнайды. Бұл фильм көптеген халықаралық фестивальде жүлдемен оралды. 2015 жылы ол «Мафия әлемді билей алмайды» сериалында Ферман Патшалыны ойнады. 2018 жылы режиссер Жевдет Мержан түсірген «Жаулап алушы» тарихи фильмінде Шахзада Аладдиннің рөлін сомдады. Сол жылы ол режиссер Хилал Саралдың «Сұңқар төбе» қызықты сериалына түсті. 2019 жылы экшенға толы көп бөлімді Рамо фильмнің актерлар құрамына қосылды. Актердің инстаграмда 1 миллионнан астам оқырманы бар. Сілтемесін видеоның ақпарат алаңына саламын. Илхан Шеннің өмірі туралы видеомыз ұнаса лайк басуды және пікір қалдыруды, каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.